Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін оңай әрі дәмді және кешкі асқа таптырмас тағам түрі жаппасайды қалай әзірлеймін, сол жайлы бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін әдеттегідей ұнға жұмыртқаны қосып, тұзды суымызды шетінен қойып, қаттырақ қамыр илейміз. Мен жаппасайды молырақ жасайтын боламын, сондықтан ұнды көбірек қылып алдым. Қамырды илеп болғаннан кейін екіге бөліп тындырып қоямыз. Арасында 2-3 рет илеп тұрамыз. Қамыры дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Ол үшін үйдегі бар азық-түлікті қолданамын. Бірінші барлығын 4 бұрыштап турап шығамын. Бірінші етімізді, одан кейін пияз, сәбізді, соңынан картоплымды 4 бұрыштап турап шығамын. Барлығын турап болғаннан кейін қазанға май құйып, қыздырып, видеода көрсетілгендей біртіндеп қуырамын. Картоптың үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамын. Одан кейін суын салмасымен бірдей құямыз. Енді қазанның бетін жауып, суы қайнағанша қамырын жаятын боламыз. Қамырын жайып болғаннан кейін ортасын сұйық маймен майлап, оқтауға орап, видеода көрсетілгендей 4 бұрыштап кесіп шығамыз. Кесіп болғаннан кейін салмасының бетін қамырмен жауып шығамыз және астын басып баяу отта 40-45 минут пісіріп аламыз. Жаппасай дайын, өте дәмді болып шығады және кез келген үйдегі бар азық-түлікпен жасасаңыздар болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.